Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін қарым-қатынас туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Неге қазіргі кезде қарым-қатынас құру қиын? Ата-анамыз, ата-әжеміздің жас кезінен махаббат хикаяларын естіп отырып, шынайы махаббаттың барына сенетінбіз. Дегенмен бүгінде қарым-қатынас құру бұрынғы заманға қарағанда әлдеқайда қиындай түскен сияқты. Оған себеп әлеуметтік желілер мен адамның еркіндікке ұмтылысы. Бүгінде қарым-қатынас құруға кедергі келтіретін 5 себепті айтатын боламын. Ең бірінші себеп, біздің бұрынғыдай бәріне түсінікті рөліміз жоқ. Бұрын қалай болды? Ер жетеді, оқиды, жұмыс істейді, отбасын құрады, бала тәрбиелейді. Ер адам отағасы отбасын асырайды. Әйел адам үйде отырып бала тәрбиесімен айналысады. Ер адам шешім қабылдайды және оған құлақ асатын еді. Бүгінде адамдар ескірген, тиімсіз әрі адамның өзіне зиян тигізетін әдеп үлгілерінен бас тартып жатыр. Өзгенің стандартына жаққаннан гөрі өзінің жағдайын көбірек ойлайтын болып кеткен. Әйелдердің құқығы бұрынғыдай тапталмайтын болды. Соған сәйкес қарым-қатынастағы теңдік те күшейді. Енді жартаңдарда оны алдымен зерттеу керек, оның қажеттілігі мен ерекшелігіне көңіл бөлу керек. Оның үстіне қоғамда да сынау күшейе түсті. Егер әйел адам үйде отыруды қаласа, қоғам күйеуінің айтқанынан шықпайтын, дамымайды деп сөгеді. Ал мансап жолын қуса әбден басқа шыққан дейді. Екінші, ол таңдау иллюзиясының құрбандарымыз. Біреумен танысу үшін бұрынғыдай бір жерге барудың қажеті жоқ. Хабарлама жаздың, жолың болса таныса аласың, жолың болмаса болды. Әрі таңдау мүмкіндігі шексіз. Жас бойынша, сырт келбет бойынша, қызығушылық бойынша жіктей берсең болады. Қазіргі жұбыңызбен ұрысып қалсаңыз, өзгесін таба аласыз. Таңдау иллюзиясының кесірінен адам алғашқы қиын сәтте-ақ жұбымен айырылысып жатады. Өйткені санада одан да жақсы жолға деген сенім бар. Біз тым көп ақпарат аламыз. Көптеген кеңестерді тыңдау нәтижесінде кейде адам өзін жоғалтып алып, белгілі бір шаблондармен өмір сүреді. Кітапта басқа кеңес жазылса, ата-анамыз беретін ақыл-кеңес мүлде бөлек. Достарымыз басқа пікірді ұсынады. Қарым-қатынастың қай үлгісі дұрыс екенін ұғу қиын. Өзімізге және өзгеге қоятын талабымыз зор болып кеткен. Әлеуметтік желінің дамуымен қатар адамдардың арманы мен талаптары да өзгерді. Сырттай өзгенің қарым-қатынасын бағалау арқылы оларды мінсіз көріміз әбден мүмкін. Бірақ өмірде бәрі олай емес. Ұрыс-керіс міндетті түрде болады. Жұбыңызға қоятын талабыңызды азайтқаныңыз жөн. Мінсіз адам болмайды. Махаббат осы кемшіліктермен бірге қабылдаған дұрыс. Келесі, ол жауапкершілік алудан қорқамыз. Жылдан жылға ата-анадан ерте сепарация жасайтын саны азайып келеді. Оның үстіне еркіндікке әбден үйреніп аламыз. Жауапкершілік алып отбасын асырудан жасқана бастадық. Ғалымдар өтпелі кезең жасын ұлғайтып, 24 жасқа дейін жасөспірім шақ деп атауды ұсынды. Жарты ғасыр бұрын бұл жаста адамдардың жұмысы мен балалары болатын. Өзін-өзі танып, жаңа нәрсе көруді, дамуды, өмірден ләззат алуды қалайтын адам өзінің серігін бір тәжірибенің бөлігі ретінде қабылдауы әбден мүмкін. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бүгінгі қарым-қатынас қалай сіздің ойыңызша? Комментарийға өз ойыңызды жазып беріңіз. Және де осындай видеолар сізге ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.